ата-аналар академиясы басталады деп. Баланы тәрбиелеме дейді, өзіңді тәрбиеле дейді. Тәртіп орнаған жерде үнемі қоғам дамиды. Қоғам ретінде даму үшін бізге барлық жағдай қазір бар. Соны біз тиімді пайдалануымыз керек. Ауылдың дарынды оқушыларын анықтау мақсатында жұмыстар жасап жатырсыздар. Ауылда дарынды балалар деген өте көп. Әрбір дарынды баланың артында дарынды ұстаз тұр. Рухани бай адам болуы мүмкін, бірақ оған IQ жетіспеуі мүмкін. Өйткені оқымайды, ізденбейді. Әр адам әртүрлі ғой, қанша дегенмен. 20 минуттың ішінде 150 есеп шығарады. Бірақ магазинге кірген кезде, нан мен сүт сатып алған кезде соның қосындысын білмей тұрады. Сандуғаш Омарғалиқызы, сізді Ойлайық жобасының қонағы болып көргенімізге қуаныштымыз. Осы жобаға дарын орталығынан кім келеді екен деп күткен болатынбыз. Дарынды балалармен жұмыс қалай жүріп жатыр, оларды қалай іріктейсіз, сол бойынша ақпараттар беріп өтсеңіздер. Одан бөлек ең бірінші осы ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Содан бастасақ. Рахмет, Әселі, жақсы лебіздеріңе. Шынымен де мен ауылдың қызымын. Жалпы әулетіміз ұстаздық жолдағы адамдар. Менің әкемнің әкесі, яғни атам ұлы ұстаз болған кісі, соғыс ардагері, математика пәнінің мұғалімі болған. Содан кейін жалпы өзінің балаларына педагогикалық өзінің бір үлебін тигізді деп ойлаймын. Өйткені менің әпке-жеңгелерім, ағаларым барлығы осы ұстаздық жолда, жалпы Жетісу облысында, Алматы облысында, Алматы, Астана қаласында еңбек етіп жатыр. Барлықтарыңыз ұстаздар отбасысыздар, енді 70-80% деп айтса болады. 80% біз ұстаздық жолдамыз. Сіз бұл жолға өз таңдауыңызбен келдіңіз бе, әлде үстемдікпен келдіңіз бе біреу? Негізі маған ұстаз болуға себепкер болған, яғни осы бағдар беріп, менің бір айтады ғой, жастарда бір жақсы сөз бар ғой, бір идеал немесе кумир деп айтады ғой. Маған бір сондай бір бағыт берген өзімнің ұстазым, осы Покровка орта мектебінде сабақ берген, Мамырбекова Айман Хайдаровна деген орыс тілі әдебиет пәнінен сабақ беретін менің ұстазым. Әлі күнге дейін ол кісіге алғысым шексіз, себебі сол кісінің сабақ беруі, балаға деген махаббаты, оның сенімі, сабақ беру әдісі маған қатты ұнайтын. Содан ойлайтын, мен ұстаз болсам, осы кісі сияқты болам, осы кісі сияқты киінем, осы кісі сияқты сөйлеймін деген сияқты өзімнің бір сондай балалық, бір сондай бір нем болды. Айтады ғой, ұстанымым, сол қалыптастырған сол кісі жалпы менің өмірімде. Содан кейін көп ұстаздарым осы балаға деген махаббатты сол кісілер арқылы сіңірді деп ойлаймын. Жалпы мамандық таңдаған кезде адамға екі қасиет керек деп ойлаймын. Ол бірі мамандық таңдаған кезде болғанда жұмыс жасау барысында ол адамилық пен кәсібилік. Осы екеуі ұштасса өте мықты маман болады деген сенімдемін да. Негізі, ойыңыз дұрыс. Жалпы ол біріншіден адам ұстаз болу үшін ода жақсы бір тәрбие көру керек. Тәрбиелік орта. Содан кейін барып білім өте сондай табандылықпен, сондай бір еңбекпен жететін білім болу керек. Одан кейін барып адамгершіліктен де кетпеу керек. Негізгі көп жағдайда бізде қазір көп неше түрлі сан алуан семинар, тренингтер болып жатады, үйретіп жатады, университет қабырғасында үйретеді, жалпы ақылы курстарда үйретіп жатады. Бірақ жалпы сол жерде адам өзіне керегін ертеңгі күні тек қана мен кәсіби шебермін, мен сол жағынан ғана мықтымын деп адамдықты жоғалтпай, осы бір адамдарды да түсіне білу, ол ортада өмір сүре білу, түсіну, жалпы бір терең ойлы, мықты бір тәжірибелі психолог та болу керек шығар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі қоғамда жан-жақты болу негізгі талап. Осы зымырап өтіп жатқан уақытта, қазіргі кезде өзі планета тез айналады деп айтып жатады ғой ғалымдар. Осы кезде адамның өмірі ол ғарыш кеңістігінде бір ғана секунд қой, егер немен алатын болсақ.
сол кезде сол бір мына адамдармен дұрыс қарым-қатынас ортау жағында жоғалтпауға тырысу керек. Сонда мен ойлаймын, әр адам өзінің дегеніне жетеді деп. Құранда да жазылған ғой негізі. Біріншіден адами өзіміздің жер бетіне адам болып жаралғандықтан адамгершілігімізді, мейірімділік, балаларды жақсы көру, кең болу деген сияқты сондай ұстанымды қолданған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Өзім соны тәжірибемде, күнде жұмысымда қолданамын деп ойлаймын. Бізде Мағжан Жұмабаевтың сөз бар ғой, мен жастарға сенемін деген. Қазіргі таңда бізде көп жастарға үлкен мүмкіндіктер беріліп жатыр. Бірақ сол мүмкіндіктерге қарамастан көзбояушылықтан әлі құтылмаған сияқтымыз да, өйткені көп қой көзбояушылық. Іс-шара өткізсе де, тексеріс келе жатса да, барлығын біз біреу үшін жасауға тырысамыз, өзіміз үшін емес та. Ол бір бізде қалыптасып кеткен бірдеңе. Мысалы, біз түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатсақ та, сол жақта бәрі идеальный болып тұру керек. Ал шын мәнінде адам өзіне айта алмайды ғой, енді ол сондай моменттер бізде көп сияқты да. Енді бұл негізі мен былай ойлаймын, бұл жерде енді көп дүние мына қоғамдағы жүйеге байланысты. Негізгі осындай енді жүйеде барлығы орнығымен болса, жаңағы өзіңіз айтқандай идеально болса, ешқандай қатесіз, ешқандай бір келеңсіз жағдайлар болмай қалу керек, форс-мажор болмау керек деген сияқты бір нелер болады енді, бір сондай болмасын деген сияқты. Содан кейін енді оның бәрін мен тек қана жастармен байланыстырғым келмейді. Жалпы ол енді біз енді көп уақыт Кеңес одағы кезінде өмір сүрген мемлекетпіз ғой, 70 жыл Кеңес одағын бізді басқарды. Одан кейін 90-шы жылдарда тәуелсіздік алғаннан кейін біз өзімізге жаңағы ие боламыз. Міне біз енді жаңағы бостандыққа қол жеткіздік деп біраз заңдар нелер өзгерді. Содан кейінгі келген мына қоғам белсенділері немесе мына мемлекеттік салада жүрген басшылар мүмкін енді сол бір керемет, бір идеальный қоғамға бағытталған шығар, бет алған шығар. Болады, ол мен ойлаймын, ондай дүние жалпы өзі әр адамның өзінің жеке басына байланысты, өзінің жинаған тәрбиесіне, жалпы көзқарасына, оның алдына қойған мақсаттарына байланысты болады. Сондықтан енді көп жағдайда маңымызда жүрген адамдар, әрбір өзінің бір істі орындап жатқан адамдар болады. Солар қаншалықты өзінің жұмысын жақсы біледі, немесе жақсы көреді, немесе түсінеді. Бұл жерде енді жалпы сұрақ өте ауқымды ғой. Оған енді былай мен бір саладан ол былай болу керек деп мен сізге бүйтіп по полочкам қойып қай саладан алса да бар да. Бірақ ол барлық салада бар. Ол тек қана білім саласында ғана емес. Ондай бізде болады. Содан кейін біз енді мен ойлаймын, қазіргі кезде бізде барлық бір қоғамда бір жақсы бір өзгерістер бар. Алдыңғы жылда мүмкін енді біз тәуелсіз мемлекет кезімізде осы бір даму кезеңін өтіп жатқан кезде ондай бір кемшіліктер болған да шығар, әлі де бар шығар, ол орын алып жатады. Бірақ дегенмен қазіргі міне біздің қалыптасып жатқан қоғамда жақсы өзгерістердің нышандары бар, барлық бір. Қазір бізде көп жағдайда заңды орындауға тырысады. Ол орындамай жатса бізде қоғам белсенділері өте көп. Ол жаңа белсенді блогерлар, немесе жақсы өзің сияқты жас, немесе орта буындағы журналистер, содан кейін мына жалпы халықтың өзі, ата-аналар қоғамы, тіпті белсенді оқушылардың өздері осы бір көзбояушылыққа жол берілмейтіндей, жаңағы берілген тапсырманы уақытылы орындау, немесе осы өзің айтқан іс-шараларды идеально өткізуге жаңағы тырысатын, бір жағдай жасайтын адамдар қазір бар, қалыптасып жатыр. Бірақ тағы да оның барлығын сол бір жақсы жолға қою үшін, жаңағы бәрі заң аясында болу үшін, ол берілген бір әр адамның өзінің міндетін сапалы орындаса, оның барлығы уақыты келе ақырындап жойыла бастайды да. Жалпы халық, адамдар, біз, сіз бәріміз соған үйреніп кетеміз. Негізі мысалы мына Япония мемлекетін алсақ, бұл жерде қандай тәртіп?
қандай мысалы адамды өте жоғары тұлға ретінде сыйлайды Японияда. Өздерінің бір ежелден келе жатқан моральдық, тәрбиелік бір канондары бар, соны ұстанады. Содан кейін оларда жалпы бала тәрбиесіне деген ерекше өздерінің бір несі бар. Бір тасқа таңба жазылғандай бір заңдылықтары бар. Соның арқасында олар мысалы осындай дамып келе жатқан ең мықты мемлекет. Мысалы енді сол сияқты біздің де өзіміздің ұлттық тәрбиеміз бар. Соны да мысалы қазір дамытып жан-жақты көрсетіп, бізде не деген керемет бай мұра бар бізде. Осы жалпы дүниеден кеткен мықты профессор академиктердің жазып кеткен монографиялары бар, неше түрлі еңбектері бар. Қазіргі біздің дарынды балалар өзінің зерттеуінде қолданып жүрген сан алуан ғылыми жобалары бар, кітаптары бар. Соның ішінде негізі көп дүние жазылған. Мүмкін біз енді кейде бір асығамыз ғой, біз өзімізге уақыт бергіміз келмейді. Біз асығамыз, тез жасап жіберсек, мынау бірден қолымнан жақсы болып кетсе, мен осыны бітіріп тастап келесісіне көшейін дейміз. Не өзімізге үйренуге, оқуға, кішкене соны отырып ойлауға уақыт бермейміз. Содан кейін біздің қазіргі кезде қоғамда мынандай ғой, тез үйрену керек, тез уақыт жоқ. Міне қазір жасау керек, қазір берді ме, қазір орындау керек, ойлануға уақыт жоқ деген сияқты сондай ритмде жұмыс жасаймыз да. Содан кейін жаңағы өзің айтқан сияқты бір адами факторлар қалып жатады, түсінбеушілік, о баста берілген тапсырманың ең соңында сапасыз болуы, түрлі адамдар, жалғыз бір адам оны орындамайды ғой. Жоқ дегенде 30, 40, 50 адам сол бір тапсырманың төңірегінде жүр. Соны кім әр деңгейі әртүрлі ғой адамның. Кім қалай түсінеді, солай орындайды. Сондықтан сондай бір болып жатады, түрлі бір адамдардың ашуын келтіретін, немесе бір қанағатсыздық пайда болатын бір дүниелерді осындай кезде енді осындай бір білмеушіліктер әкеп жата ма деп ойлаймын. Адамның тұлғалық дамуында тәлімгерлердің болуы өте маңызды да. Өйткені жалпы Махамбет Өтемісұлының бір сөзінде де еліңде қарияң болмаса жастарың болар диуана деп айтады да. Бұл сөзді көп қайталаймын, өйткені біз үлкен қауымнан үйренеміз көп нәрсеге. Жамандықты да, жақсылықты да сол кісілерден аламыз, үлгі ретінде. Өзіңізге осы тәлім тәрбие беріп, тәлімгерлік жағынан бір наставничество дейді ғой, сондай болған бір лидер басшы болды ма? Осы басшым бір әділ болу еді. Осындай өзінің бір маған тәжірибесін беріп еді. Сол кісінің арқасында тұлғалық дамуыма осындай бір нәтиже көрсеттім деген сызып айтар басшыңыз болды ма? Лидер басшы. Әрине. Біз енді бірден осы жасқа келе қалмадық қой, бізде жас болдық, бізде де үйренетін орта болды. Бізге де сеніп, тапсырма беріп, сеніп, осы адамның қолынан бірден келер, осыны беріп көрейік, байқайық мүмкіндігін қаншалықты жаңағы берген тапсырманы сапалы орындап кетеді деп сенім артқан адамдар болды. Енді өзіңіз жаңағы айтқан лидер, көшбасшы мен үшін менің жалпы маман ретінде, кәсіби маман ретінде қалыптасуыма үлкен бір өзінің бір тәжірибесімен бөліскен адам деп мен Естенов Тоққожа Естеновичті айта аламын. Оны бүкіл Алматы облысы, бүкіл Жетісу облысы, жалпы ағарту саласындағы көп адамдар ол кісіні жақсы біледі. Қазір ол кісі зейнетте, бірақ дегенмен әлі де қоғам белсендісі. Міне сол кісінің мықты бір мектебінен өттік бір заманда. Ол жалғыз мен емес, бізбен қатарлас осы көп ұстаздар жалпы осы біздің облысымызды жақсы жағынан көрсете білуге ықпал еткен көп мемлекеттік қызметкерлерді тәрбиелеген, мектеп директорларын, мектеп жаңағы әдіскерлерін, колледж басшыларын кәсіби өсуіне ықпал еткен бір мықты басшылардың бірі сол кісі болып еді бір заманда. Сондықтан мен жаңағы бірінші ұстазымды айтып кеттім ғой, Мамырбекова Айман Қайдарұлына деп.
Енді екінші ұстазым, осы кәсіби саладағы ұстазым, ол Естенов Тоққожа Естенович. Иә, ол кісіде болды көп. Енді біз адам болғаннан кейін әртүрлі мінез болады, әртүрлі дүние болады, бірақ енді мен ол кісінің тек қана жақсы жағын алуға тырыстым. Ол жаңағы жоспар құра білу, берілген уақытта орындау, содан кейін мына адамдармен қарым-қатынас орнату. Олармен адамдар әртүрлі болады ғой, мінездері әртүрлі болады, статустары әртүрлі болады. Сондықтан әр адамға өзінің бір несі болу керек. Оны психологтар жақсы біледі, ұстаздар қауымы ондай дүниені жақсы түсінеді, өйткені олар бастауыштағы балалармен былай сөйлесе, орта буындағы балалармен кейінше сөйлеседі. Ал енді 11 бітірейін деп жатқан түлектер, олар уже қоғамның азаматтары деп, олармен басқаша сөйлесесіз. Ата-аналармен мүлде бөлек сөйлеседі. Ата-аналар деген, олар өте сондай бір әлі зерттелмеген бір сондай бір керемет бір әлем. Ата-ана деген. Мысалы, өзім де ата-анамын, ата-анамен күнделікті біз ата-аналардың қоғамында өмір сүріп жатырмыз ғой. Ата-ана деген ол енді шынымен де мына ерекше көңіл бөлуді қажет ететін, олар да кеше бала болған, олар да кеше жас болған адамдар ғой, мысалы ата-ана деген. Әлі ата-ана болуға дайындалып жатқандар бар, нақты ата-аналар бар, әже ата болып кеткен институтты қалыптастырып жатқан адамдар бар. Сондықтан бұл кісілер, ол негізгі осы біздің қозғаушы күшіміз ата-аналар деген. Өйткені сол кісілер мектептің жүрегі мұғалім дейді. Мектептің жүрегі мұғалім, оған жан беретін бала. Ал енді сол балаларды дүниеге келтіретін ата-аналар. Сондықтан ол кісілер, осы ата-аналар категориясын мен жақсы көремін. Өйткені ол кісілермен тіл табыса білсем, ол кісілер баладан ешкім ештеңесін аямайды ғой. Олар барлығын жасайды. Өзінің баласының мықты болу үшін, ол жақсы оқу үшін, ол ертең жақсы азамат болып шығу үшін, ертең күні онымен әр ата-ана өзінің баласымен мақтанғысы келеді. Менің ұлым, менің қызым деп. Сондықтан негізгі осы ата-аналарға егер дұрыс түсіндіріп, дұрыс айтып, ол не болмасын, заң болсын, әдістеме болсын, бір проблемалық ситуация болсын, оның бәрін шешуге көмектесу үшін осы ата-анамен дұрыс қарым-қатынас егер орната біліп, егер ол кісіні түсініп, ұғып, проблемасын қабылдап, содан кейін оған жол сілтеп жіберсең, болды. Ата-ана содан кейін барады да баласына басқаша түсіндіреді. Негізі егер ата-анамен жақсы қарым-қатынас орнатса, ол кісілердің жалпы түсіне білуге тырысып, дұрыс сөйлесіп, дұрыс кеңес беріп, балаларына кәсіби, психологиялық зерделеу жүргізіп, соны түсіндіре біліп айтса, содан кейін ата-анаға осыны қалай баламен дұрыс жұмыс жасау керек қоғамда, жалпы семьяда, соны айта білсе, соны ол кісі қабылдай білсе, ертең күні бақытты отбасы пайда болады. Министр айтты ғой, биылдан бастап ата-аналар академиясы басталады деп. Дұрыс. Министрдің енді осы кейінгі бір жаңашыл, бір бетбұрыстың бірі шығар, өйткені қазір кейінгі кезде осы ата-ана мен мына мектеп арасындағы бір түрлі келеңсіз жағдайлар көп орын алып кеткендіктен министрлік осындай бір шешім қабылдаған болатын. Ойлаймыз енді ол кәдімгідей әдістемелік бір толықтырулармен заң аясында жүзеге асыруға тапсырма берілген сәттен бастап, енді мен ойлаймын, бұл жерде көп жағдайда педагог психологтарға өте көп жұмыс жасау керек болады. Содан кейін мына жалпы тек қана мектеп пен білім басқармасы ғана емес, барлық қоғамдағы баламен, жалпы жасөспірімдермен жұмыс жасайтын орталықтар, ұйымдар, білім беретін саладағы мекемелер бірігіп жұмыс жасау керек. Өйткені бала тек қана мектеп қабырғасында ғана емес, бұл қазір ол барлық жерде.
бала жарысқа барады, бала бір орталықтарда білім алады қосымша. Ол жол жүреді, ол ұшады ұшақпен деген сияқты. Сондықтан сол әрбір жерде, сол бала жүрген жерде өзінің бір ережелері болса, ата ана мен бала ұстанатын. Соны біз бұлжытпай заң аясында орындасақ, тәртіп орнайды. Тәртіп орнаған жерде кәдімгідей бір қоғам дами бастайды. Тәртіп орнаған жерде үнемі қоғам дамиды. Оны Германияға қарап отырсақ, мысалы байқауға болады. Германияда 60-шы жылдары бір проект енгізген болатын. Жалпы дарынды балаларды іріктеп, соларды үнемі зерделеп, олар не қажет етеді, сол туралы курс дайындаған екен. Сол әдістеме бойынша жұмыс жасаған мамандар жаңағы медицина, ауыл шаруашылық, содан кейін мына өндірістік бағыттары дамып кеткен екен Германияда, мысалы. Ал енді мына Аралда орналасқан Сингапур мемлекетін алсақ, ол жерде де бүкіл жаңағы әлемді мойындатқан мемлекеттің бірі ғой. Ол жерде де бір заманда біріншіден коррупцияны жеңіп, содан кейін барып жаңағы балаларды, осы дарынды балаларға, жалпы мектептерге балаларды бөлмей, мынау дарынды емес демей, өте тиімді, мықты мемлекеттердің тәжірибесін қолданып, олар 15 жыл дегенде экономикалары дамып кетті. Қазір ең мықты мемлекеттердің бірі. Тура сол сияқты, мысалы, Қытайды алуға болады. Жалпы қазір көп жағдайда Қытай тілін үйренуге тырысып жатады, өйткені Қытайда өте көп университеттер бар. Содан кейін бүкіл дүние жүзі, сол Англиядан да, сол жаңағы өте пысық Франция, Италия, ірі мемлекеттер, Ресей, бәрі Қытайдан барып білім алуларға тырысады. Неге? Өйткені оларда жаңағы сапалы білім береді. Сапалы білім береді, содан кейін оларда орта, содан кейін олар бүкіл дүние жүзінің институттарын олар тәжірибеге қолданып жатыр, тиімді. Мүмкін енді олар мына саяси жағынан біріншілікте болмаса да, білім жағынан олар бірінші, мысалы. Және олар өте ондай еңбекқор халық қой? Міндетті түрде ол жерде еңбекқор болатын. Неге олар еңбекқор? Оларда тәртіп. Ол жерде тәртіп. Таңғы 6-дан бастап кешкі түнгі 10-ға дейін жұмыс істейді. Барлығы сол уақытпен уақыттарын былайша айтқанда жоғалтпай, тиімді пайдаланады, соның нәтижесі. Сондықтан олар оны мына баланы биттей бала кезінен соның бойына дартады. Осы мына тәртіп. Бізде де солай болады, егер біз мысалы бір басқарма басшысы болсын, мектеп директоры болсын, ол өзінің функционалды міндетін тәртібіне сәйкес берілген уақытымен орындаса, сол жерде тәртіп орнайды. Тәртіп орнаған жерде міндетті түрде қоғам ілгері жүреді. Мысал ретінде ештеңені келтіріп қажет жоқ, ол жалпы болып талай кітаптарда да бәрінде де жазылып кеткен нәрсе. Қазіргі мысалы ежелгі тарихты алатын болсақ, неше түрлі мықты мемлекеттер дамып жойылып кетті ғой. Мысалы жоқ қазір жер бетінде. Бір заманда ол жерде барлығы болған. Ғылымда дамыған, білімде дамыған, өнерде дамыған, бірақ олар жойылып кетті түрлі енді себептерге байланысты. Сондықтан енді әр нәрсенің өзінің өсу процесі болады, шарықтау, даму процесі болады да, оның өшу уақыты келеді ғой. Енді біз жас мемлекетпіз, біз жас облыспыз, өткен жылы ғана жаңадан құрылған. Сондықтан біздің шарықтау деңгейіміз, өсуге деген біздің мына жалпы мына қоғам ретінде даму үшін бізге барлық жағдай қазір бар. Соны біз тиімді пайдалануымыз керек. Тиімді пайдалансақ, ертеңгі күнде сізде мысалы күнде таңертең өзіңіздің бір неңіз болады, тәртіп, күн тәртібі.
сол күн тәртібімен мен жаңағы сағат 6-да жүгіремін, сағат 6:30-да мен жуынып шайын киімімді киемін, одан кейін шай ішемін, осындай уақытта мен адаммен кездесемін деп біз жоспармен жұмыс жасаймыз ғой көп жағдайда. Баланы да соған үйретеміз, жоспармен жұмыс жасауға. Соны күнделікті міне бұлжытпай, міне ерінбей жасаған кезде қарасақ, біз кәдімгідей бір деңгейде екенбіз. Мысал ретінде мына біздің бүкіл Қазақстан халқы керемет жақсы көретін баламыз Димаш Құдайберген. Димаш Құдайбергеннің бір несін оқып қалдым, бір кітап. Сол кітапта жазылады жаңағы мамасы мен папасы биттейінен ана баланы қалай тәрбиелеген. Біріншіден Димаштың өскен ортасы өте махаббатқа толы болған. Әкесі де, апасы да керемет жақсы көрген баланы. Жалпы бәріміз де баланы жақсы көреміз ғой, бірақ аяймыз ғой. Біз аяймыз. Ұйықтаса екен, кішкене жата тұрсын, сөйте тұрсын, бүйте тұрсын, әлі де үйренеді ғой, уақыт бар. Әлі 10-да дейміз, одан кейін 15-те дейміз, одан кейін 20-да дейміз, одан кейін қарасақ өсіп кетті. Ойбу, ананы әлі көмектесеміз, әлі көмектесеміз. Ал енді мына өзіміздің Димашымызды алып қарасақ, биттейінен бала еңбектенген. Биттейінен өлең айтқанда да жаңағы барлық мектептен өткен, жаңағы кішкентай кезінен бастап бүкіл вокалдық мектептердің саты-сатысымен өтіп шыққан. Содан кейін барып жаңағы өзін өзі аямай, күндіз түн демей дайындалады, тіл үйренеді, жаңағы қаншама ұстаздардан дәріс алады. Содан кейін оның бәрін тәжірибесінен өткізеді. Әнші ретінде, әнші болу деген өте үлкен еңбек қой ол. Күндіз түні мына нагрузка на голосовые связки дейді, соның бәрін ештеңе қарамастан. Қазір қандай деңгейде? Бүкіл әлем мойындап, Димаш Құдайберген деп Қазақстанды танып жатыр. Артынан күлгендер қанша болды? Болады ол қатар жүретін дүние ғой. Ол сондай жаңағы бізге енді күлетін, бізді бағаламайтын, бізді қолынан түк келмейтін адамда ердейтін адамдар да керек. Себебі олар сені алдыға сүйрейді. Ал енді біз мысалы, ой мен жақсы екен, мен керемет, бәрі қолымнан іс келеді деп бүйтіп тоқтап қалсақ, сол сәтте біздің даму, мына өсу процесіміз тоқтап қалады. Сондықтан маңайымызда бізге триггер болатын адам керек қой. Үнемі сенің жаңағына білмей жатқан жеріңді, сенің кемшілігіңді көріп, біреу бетіңе басып айтса, біреу бетіңе айтуға тырысса, жасқаншылықтай болады, немесе ұялады ма, немесе түрлі себептерге байланысты оны айта алмайды, бірақ сыртыңнан айтады. Оны естисің де, кейбір адамдар ойлайды, ренжіп жатады, мысалы, ой, мен сөйтіп. Ойлану керек, неге олай айтылды? Қай жерде мен ағаттық кетті менен? Деу керек те, ана жерде ол сен туралы айтқан туралы адам туралы емес, өзімді мен қалай дамытамын? Мен осы жігіттен бастап мен қалай өзімді бір жақсы тұлға ретінде тәрбиелеймін? Мен ертең балам менен үлгі алу керек қой. Менен бала үлгі алу үшін мен өзімді жаңағы жақсы жағынан көрсетуге тырысуым керек балама. Өйткені айтады ғой, баланы тәрбиелеме дейді, өзіңді тәрбиеле дейді. Егер мысалы мен балама оқы, жақсы бол, жаңағы былай істеме, былай істе деп сөзбен ғана айтып, өзім кешке дейін үйге кіре сап телефонның ішінде отырсам, немесе бір жаққа барамыз деп жоқ бармаймыз, немесе айтқан сөзімді орындамай сөйтіп жүретін болса, менің балам мен қандай болып, тура сондай болады. Одан кейін ренжіп қажет жоқ, балаға ренжімеу керек ешқашанда. Бала ол анандай не сияқты ғой, болады ғой, бір сапалы бір топырақ. Қалай оны илеп не шығарасың, сол шығады. Тек қана балаға мен ойлаймын, осы балаларымыз, осы біздің жалпы мына Қазақстанда, жалпы осы біздің Жетісу облысындағы балаларымыз мықты ұстаздардан оқыса екен деп. Жүрегі жылы, мейірімді, өзінің пәнін терең білетін, содан кейін ана баланы қызықтыра білетін. Жалпы дарынсыз бала болмайды ғой. Әрбір дүниеге келген бала дарынды болып туады. Тек қана оның дарындылығы 3 сатыдан тұрады екен, психологтар зерттеген екен. Бірінші ол жай дарынды бала, содан кейін орташа, содан кейін керемет мықты дарынды бала болады екен. Сонда дарынсыз бала жоқ. Дарынды, яғни бала, Алла тағаланың шеберлігі сонда ғой,
дарынды болып туады бала. Тек қана соның қабілетін ол мысалы біреу Димаш сияқты әнші болса, екіншісі жаңағы мықты зерттеуші болады, үшіншісі мықты құрылысшы болады, төртіншісі мықты білім саласындағы хирург болады деген сияқты. Өйткені әрбір баланың өзінің сол жақсы жағын дамыту керек. Қазір өте көп психологиялық тестілеудің сан алуан түрлері бар. Ол шетелдік бар, ол біздің қазақстандықта да бар. Соны мысалы жақсы болашақ арқылы оқып келген жастар көп жағдайда көздері ашық ата-аналар, олар сөйтіп балаларын жақсы мықты жақтарын анықтап алып, сол жаққа қарай бағыттауға тырысады. Қазіргі таңда кейінгі буын ата-аналар сөйтіп дайындап жатыр балаларды. Мысалы олар енді жан-жақты мысалы негізі шетелді көріп келген адам өзгеріп келеді ғой. Ол жақтан өсіп келеді. Ол салыстырады Қазақстанға қайтып келгеннен кейін. Содан кейін ойлайды, мен не істей аламын ары қарай деген сияқты. Содан кейін баласын, өзінің жалпы қыз болсын, ұл болсын, жаңағы дарындылығын анықтайды, қабілетін бақылайды. Содан кейін тесттен өтеді бала түрлі, ол бір ғана тест емес, ол түрі бар оның. Жаңағы психологиялық, жалпы даму жағынан, физиологиялық, неше түрлі сұрақтар, тіпті ойламаған жерден бір сатиралық та сұрақтар қойылады арасында. Содан кейін адамды ойландыратын сұрақтар бар. Содан адам қалай жауап береді, солай оны анықтайды екен. Соны анықтағаннан кейін ата-ана алады да сол бағытқа баланы береді. Сон бала ертең міндетті түрде қолынан іс келетін, ертең өзінің күнін өзі көретін, осы қоғамда ойып тұрып орын алатын мықты азамат шыға келеді. Қазір бізде ондай жастар көп. Мен қуанамын соған қараймын да. Бізде қазір өте мықты, зерек, жаңағы әрбір жерде өзін көрсете алатын, білімді, заңды, бүге-шүгесіне дейін білетін жастарымыз өте көп. Адамның жалпы тұлға ретінде мықты болуы тек қана IQ-ға байланысты емес екен да. Ғалымдардың айтуынша IQ-дан бөлек эмоциональный интеллект, одан бөлек қаржылық интеллект, содан кейін рухани интеллекті және де физикалық интеллекті. Одан да бөлек интеллекттер бар, ұмытып тұрмын. Сол интеллекттер қосылған кезде адам полноценный, мықты адам болады екен да. Бізде былай болады да, рухани бай адам болуы мүмкін, бірақ оған IQ жетіспеуі мүмкін. Өйткені оқымайды, ізденбейді. Одан бөлек мысалы ақылды адам болуы мүмкін. Мысалы неге біз ботаник деп айтады ғой енді мектепте. Ботаниктер өте андай өздерін сенімсіз деп айту мүмкін да. Олар да сенімдіктерін арттыруына болады, егер олар физикалық тұрғыдан өздерін көтеретін болса. Өйткені олар мимен ойлайды да, физикалық жақтан жұмыс жасамайды. Адамның тұлғалық қалыптасуында ғана жетістікке жеткен мықты адамдардың барлығы осы IQ интеллекттің барлығын жұмыс жасайды екен. Өте маңызды екен да. Маңызды, бірақ енді қарамайсыз ба, Әсел, әр адам өзі жаңағы сіз айтқан интеллекттің түрін бірдей бір сиқырлы амфора құмырасына құйған сияқты боламайды ғой. Ол әр адам әртүрлі ғой, қанша дегенмен. Бір адам адамға ұқсамайды. Тіпті егер біз мына теріміздегі қазір қолымыздағы отпечатокты алсақ, бір адамның саусағы бір адамға ұқсас келмейді. Яғни оның химиялық құрамы да басқа, оның ойлау, оның жаңағы білімді қабылдау деңгейі әртүрлі ғой. Мысалы бір қоғамда бір жақсы бір математик адам бар, ол кісі 20 минуттың ішінде 150 есеп шығарады. Бірақ магазинге кірген кезде, нан мен сүт сатып алған кезде соның қосындысын білмей тұрады сол кісі. Мысалы үшін бар сондай мықты бір дарынды бала деп айтса болады. Сондықтан ол бір енді мидың сол бір жағында ғана жұмыс жасайтыны ғой. Сондықтан расында да ондай болып жатады. Ол да жаңағы сіз айтқан тәртіп қой. Яғни адамның өзінің руханилығын көтеруі, бағанағы интеллекттардың барлығын көтеруі, ол жұмыс қой адамның өзімен. Ол жұмыс, үнемі жұмыс, кейде ол бізді шаршататын жұмыс, кейде ол күйзеліске түсіріп жіберетіндей. Сондықтан енді біз бәріміз адам болғандықтан біз пендеміз ғой. Кейде болады, бір кемшіліктер кетіп жатады. Оны біз біреу түсінеді, біреу түсінбейді.
Сондықтан енді мен ойлаймын, біз өмірімізді идеально өмір сүру деп жоспарлай алмаймыз ғой. Бірақ жалпы мына өмір сүрген кезде көп жағдайда маңайындағы адамдар сенен зардап шекпеу керек қой. Мінсіз адам болмайды жалпы. Бірақ біткен істе мін болмайды. Мына жалпы батарейка қуат беру үшін оған минус және плюс заряд керек қой. Өмірде бәрі солай да, біз жақсылықты білу үшін жамандықты көру керекпіз. Өйткені айыра алмаймыз ғой ненің жақсы, ненің жаман екенін ше. Дәл сол сияқты көңіл күйдің де жақсы болу, жаман болуын барлығын біз білу арқылы ғана ненің қайсысы бізге жаман зиянын тигізеді, соны көріп біліп қана ары қарай тәжірибе жинақтаймыз. Менің осы қойғым келетін сұрақ, ол адамдар болады өзінің мүддесін, мендік мүддені бәрінен биік қоятын. Сол үшін айтады ғой, өліктің үстінен аттап кетуге де дайын болады да. Өйткені ол адам тек өзінікі дұрыс деп ойлайды. Өзіңіз осы тұрғыда енді ой өрісіңіз, жалпы өзіңіздің ұстанатын ұстанымдарыңызда сіз қандай ұстанымды көбірек қолданасыз? Командалық жұмыс, әлде сіздің ойыңыз әр уақытта дұрыс деген бе? Иә, болады, ондай адамдар болады. Ол енді бірақ сондай адамдардың бірі, олар осы мына қоғамды жалпы дамытуға ықпал ететін сондай адамдар. Амбициялары өте жоғары, жаңағы бірден қарағанда орындауға мүмкін емес дейтін дүниені ертеңгі күні бүкіл әлемді мойындататын жалпы сондай адамдар ғой. Мысалы, Стив Джобсты білесіз ғой, барлық таниды, бүкіл әлемді жаңағы мойындатқан өзінің білімімен. Ол кісі сондай болды ғой жалпы. Өзінің мүддесін өте жоғары қойды. Онда достар болмады, оның жанұясы болмады, оның жаңағы бір іштесіп бір жақсы көрген досы да болмаған екен. Бірақ кейін ол анандай жоғары жетістікке жетіп, сол олимптан құлаған кезде ол түсінді. Оның жары жоқ екенін, оның жаңағы мына жанұя керек екенін, жалпы оның жанында мықты ертеңгі күні тіреу бола білетін достары болмаған, сезгеннен кейін барып уақытша бір неден жоқ болып кетеді де, бірақ жұмыс еңбектенуді тоқтатпайды да, кейін қайтадан шығады. Қайтадан шығады да, жаңағы енді адам өзі өмір сүрген сайын жаңағы тиген таяқты мойындай біледі де, мына жерде былай істеп едім ғой, мына жерде былай істеп едім ғой деп. Содан кейін қайтадан ана компанияны қайтадан ең жоғарғы деңгейге шығарады. Ол кісі енді сол өзінің минустарын мойындай білді. Кейбір адамдар өлгенше ол минустарын мойындамай кететіндер бар. Бірақ енді ол одан көбінесе енді маңайындағы адамдар мүмкін уақытша зардап шегетін шығар, бірақ көбінесе түбі зардап шегетін ол адамның өзі болады. Бірақ оны уақыт өте келе ғана адам түсінетін болады. Ол солай болады. Енді өмір солай ғой, өмір сонымен қызық қой. Мен жалпы бір мемлекеттік қызметшіден осыдан 4 жыл бұрын сұхбат алған едім. Сол кезде жақсы бір сөзі есімде қалыпты. Жалпы мемлекеттік қызметте нәтиже көрсететін және бір жетістікке жететін адам дейді, ол ең біріншіден елдік мүддені мендік мүддеден биік қою керек дейді. Яғни істеп жатқан жұмысшыларың, сенің осы енді әрбір жұмысқа байланысты ғой, егер ол денсаулық сақтау ұйымы болса, яғни ол дәрігерлерді жоғары көтеру керек. Ол бізде бөлек, иә? Бізде мысалы қай саланы алып қарасақ та неліктен екенін білмеймін, қарапайым санаттағы адамдарды көбіне көрсете білмейміз. Біз барлығын басшылық үшін жасайтын сияқтымыз. Басшылық көрсе болды деп. Одан бөлек жағымпаздану деген бар да. Болады ғой, басшыға жылы сөз айтқан адам жақын болады. Өзіңіз қанша жыл жұмыс жасап келе жатырсыз, байқайтын шығарсыз. Ол кәсіби білікті болмауы мүмкін, бірақ басшысына жылы сөйлеп. Енді ол жалпы біздің мемлекетте ғана емес деп ойлаймын ондай дерт. Ол бүкіл дүние жүзінде болатын нәрсе. Қазір мысалы Евроньюз телеканалын қосып тыңдасаңыз,
тура осы сіздің айтқан тұрғыдағы тақырыпта басқа жерлерде ол анық көрініп тұрады. Мен енді ол жерде тек қана Қазақстан осындай ғана деп бөліп ала алмаймыз. Өйткені біз енді көп мемлекеттердің дарынды балаларын қалай жұмыс жасап жатқанын зерделейтін болғандықтан айта аламыз. Ал енді жаңағы сіздің қойған сұрағыңызға байланысты, иә, ол болады, шынымен де ол солай. Ол енді басшыға байланысты ғой. Басшы қаншалықты өзінің жұмысын жақсы біледі, қаншалықты оның тәжірибесі. Сіз ағама жаңа маған сұрақ қойдыңыз, қанша жыл деп. Мен енді білім саласында 27 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Өз басым талай басшылардың түр-түрін басымнан кешірдім. Оның ішінде неше түрлі, жаңағы сіз айтып кеткенде басшылардың бәрі болды. Бірақ мен ойлаймын, қазіргі кездегі басшының өзінің қандай да болмасын жағдайда өзінің ұстанымы, өзінің несі болу керек, көзқарасы болу керек. Иә, болады. Бір адамдар қолынан іс келмесе де, бірақ жағымпаздану арқылы өзінің дәрежесін өсіріп алады. Кейбір адамдар мүмкін тұйық келеді, кейбір адамдар басшылардан қорқады, именеді, сондықтан ештеңе дей алмайды, бірақ өзінің жұмысына тиянақты, бәрін орнымен жасайды. Ол енді әр адамның өзінің психологиялық деңгейіне байланысты. Психотравмаларына түрлі, қандай ортада ол өмір сүрді, ол қалай дамыды жалпы адам ретінде, жаңағына кәсіби маман ретінде деген сияқты. Соған да байланысты ғой. Соны енді қазіргі кезде басшыларды дамыту институты қазір содан қашуды үйретіп жатыр ғой. Енді бізге Қазақстанды мықты мемлекеттердің қатарына енгізу үшін бізде түрлі зерттеудің түр-түрін басымыздан кешіріп жатырмыз ғой. Қазірде енді біз сол тағы бір зерттеуді басымыздан кешіріп жатырмыз. Бірақ енді бәрібір мен Алладан үмітім бар. Бізде осы біздің қазақстандық қоғам әлі де даму үстінде келе жатыр. Енді қазір өзіміз жаңа ғана айтып кеткен жастарымызға сенеміз ғой. Мен ойлаймын, қазіргі жастар ондай енді жаңағы қай саласын болмасын дамыту үшін сол маңайындағы қолынан іс келетін, ертең күні осы бізге мықты қозғаушы күш бола алатын адамдарды жинақтап, солармен ары қарай жұмысты алып кетеді деген сондай бір сенім бар менің. Содан кейін тағы да басшыға келіп тоқталуға болады. Басшы үнемі 24 сағат бойы өзін үйретіп отыру керек қой. Ол үнемі оқып жүру керек. Ол психологияны да оқу керек, ол менеджментті де оқу керек, ол заңды да білу керек. Қазір ол жан-жақты болу керек қой. Сонда ол әрбір кейбір адамдарға тәуелді болып қалмайды. Тәуелді болып қалмайды, өзі өйткені біліп отырады, заңды біліп отырады, оның бір қандай да бір тәжірибесі болады. Немесе кейбір мынандай бір мықты басшылар болады. Егер мысалы бухгалтерия саласы болсын, немесе жаңағы мемлекеттік сатып алу саласы болсын, тағы басқа күнделікті компанияны, немесе мектепті, немесе бір мемлекеттік мекемені дамытуға әкелетін бір түрлі бағыттар болады ғой. Соған мықты адамдарды бекітіп, солардан талап етіп отырса, тек қана жұмысты ғана бар ма нәтиже? Ертең бүгін қандай деңгейдеміз, ертең қандай деңгейде боламыз деп. Соның төңірегінде ғана еңбек етсе, жаңағы жағымпаз адамдар, қолынан іс келе алмайтын адамдар, шынымен де өз орнында жүрмеген адамдар, олар ұнның елегі сияқты өздері бүйтіп қалып қалады. Ал енді нақты мықтылар, олар сол жаңағы ары қарай сол жерді бір келесі бір кезеңге өткізе біледі. Сол мықты адамдар. Негізі сіздерде дарын орталығы дарынды балалармен жұмыс жасайды. Сіздер іріктеп аласыздар, соларды дайындатасыздар, түрлі оқуларға жібересіздер. Бірақ бұл процесс сіздерде бұрыннан келе жатқан процесс қой. Мысалы, өңіріміз жаңадан құрылса да, енді жаңадан балалар алып келген жоқпыз ғой. Бұл жерде мен ойлаймын, Алматы облысы бөлініп шыққанның өзінде Жетісу облысында мықты мектептер қалды. Мысалы, білім инновация лицейі, одан бөлек 24-20 мектептер бізде бұрыннан нәтиже көрсетіп жүрген мектептер қалды. Бүгіннің өзінде сіздер жаңа жобалар бастап, ауылдың оқушыларын
осы дарынды оқушыларын анықтау мақсатында жұмыстар жасап жатырсыздар. Сол бойынша айтып өтсеңіз. Иә, расында да біз енді өткен жылы жаңағы мемлекеттің қаулысымен расында да бөлінді. Алматы облысы болған кезде бізде бір 8 мамандандырылған мектеп болған. Қазір Жетісу облысы болғаннан кейін 3 қалды. Бірақ дегенмен біздің мына оқушыларымыздың, дарынды балаларымыздың әлеуеті төмендеген жоқ. Өйткені ол облыс бөлініп кеткенмен бізде ауылды жеріміз көп қой. Ауылды жеріміз көп. Бізде мысалы 8 аудан 2 қала бар, иә. Тіпті Талдықорған қаласының өзінде ауылдық мектептер бар. Текелі қаласында да бір ауылдық мектеп бар. Сондықтан бізде қазір ауылда дарынды балалар деген өте көп. Тек қана соларды анықтау үшін шынымен де бізде осы өткенгі сол ашылған уақытымыздан бастап көп тың жобалар іске асып жатыр. Соның алғашқы нәтижесінде көріп жатырмыз қазір. Бірақ енді Алла қаласа осы мына бастамамызды ары қарай үнемі жаңағы зерделей отырып ары қарай жүзеге асырсақ, біз әлі де керемет жетістіктерге жететін потенциалымыз бар. Ол енді 24-ші мамандырылған лицейінің тәжірибелі ұстаздары мықты оқушыларының арқасында, 20-ші мамандырылған лицейде де жақсы ұстаздар бар, мықты. Ол жерде зерттеумен көп айналысатын оқушылар мен ұстаздар бар. Талдықорған қаласының ішінде де жақсы мектептеріміз бар. Енді қазір мына мектеп басшылары ақырындап осы бағытта өзінің мектебін жоғары деңгейге шығару үшін көп еңбектенеді ғой. Даму жоспары бар әрбір мектептің. Сол жердегі ең негізгі сұрақтың біреуі ол мына дарынды балалармен жұмыс жасау ғой. Осы бағытта қазір көп жұмыстар басталып жатыр. Қазіргінің өзінде біз республикалық зерттеу жобасына балалардың тақырыптарын жинақтап жатырмыз. Соның ішінен қазір іріктеп балаларға, ұстаздарына бағыт беріп, ертеңгі күні ол өзінің бір ерекшелігімен орын алатын жұмыстар ғой, ғылыми зерттейтін. Соларға кәдімгідей бағыт бағдар береміз, Алла қаласа. Сондықтан бұл бағытта біздің әлі жасайтын жұмысымыз өте көп. Соның бәрін бұйырса, осы орталық бар, басшымыз бар, соның ішінде жүрген мықты қызметкерлеріміз бар. Сол саланы ары қарай жалғастырып, сіз болып, біз болып еңбектеніп, сол дарынды балаларды шығарамыз. Осы Жетісу облысының дәрежесін ертең одан ары асқақтатып, одан ары барып, университеттерді бітіріп, қайтып кеп, осы жақты дамытуға ықпал ететіндей балаларымызды тәрбиелеуге тырысып жатырмыз. Бұл сұрақты қоюымның өзі, енді сіздің жұмыс жасайтын ортаңыз да сіз бақыттысыз ба деген сұрақ қой. Өйткені жалпы осыған дейін ұстаз болдыңыз, содан кейін басқа да жұмыстарды атқардыңыз. Енді қазір дарынды балалармен, осы дарынды балаларды анықтайтын мекемеде жұмыс жасайсыз. Жапон елін бағана айтып өттіңіз ғой өзіңіз. Мен өзім де Жапон мемлекетінің көп осы ұстанымдарын жақсы көремін. Соның ішінде бір кітап оқығам, Икигай деген, өмірдің мәні деген кітап. Өмірдің мәні адамның өзінің миссиясын табуда екен да. Мысалы өзінің әрбір адамның бұл өмірде миссиясы бар екен. Біреу жамандық жасайтын болса, біреу жақсылық, біреу әлемді өзгертуге келеді, біреу Димаш сияқты Қазақстанды танытатын, домбыраны бүкіл әлемге паш ететін адам болуы мүмкін. Сол сияқты, сол миссиясын тапқан адам өмірде ең бақытты екен. Қазіргі ортаңызда өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Әрине. Мен ортамды өте керемет жақсы көремін. Себебі мен күнделікті баламен, ұстаздармен жұмыс жасаймын. Иә, олардың арасында әртүрлі мінездері бар, әртүрлі деңгейлері бар. Бір жағынан өзіңді қуантатын, бір кейбір жағдайда өзіңді құлазытып жіберетін де адамдар бар. Бірақ олардың бәрін мен не ретінде қабылдаймын да. Ол енді өмір ғой, солай болу керек. Тек қана бәрі керемет, әдемі, олай болмайды ғой. Адамдармен жұмыс жасағаннан кейін бір қоғам болғандықтан өзінің бір болады жұмыста неше түрлі
бірақ ол сонымен қызық, сонымен ыстық. Мен бәрінен де жақсы көретінім мына балалар жарысқа келеді ғой. Сонда әрқайсысы орын алсам ба деп көздері жалынып тұрады балалардың. Әрқайсысы бір жетістікке жетсем екен, мен мына өзімді көрсете білсем екен деп жанып келетін балалар болады. Әрқайсысының бір миссиясы тұр. Әрқайсысының өзінің миссиясы болады. Әрқайсысының әрбір дарынды баланың артында дарынды ұстаз тұр. Сол отырады тақымын қысып, мына менің балам не істеп келеді екен, мына орын ала ма ала алмай ма деп. Сондықтан сол балалардың көзіне қарайсың да, жанып тұрған жанарына қарайсың да, сен ана балалармен бірге жүресің ғой, бір ауамен демаласың, бір кабинетте жүресің, соның әрқайсысының ана қабілетін, деңгейін, оның дарындылығын білесің де, соған жүрегің ауырып тұрады. Алыс екен, мына бала қолынан келеді ғой. Содан кейін іздейсің ананы. Бар ма, орын алып десе, өзің бір жетістікке өзің жеткендей қуанасың ана балаға. Өйткені ол ертең сенің мына күндіз-түні кейде бір ұйықтамай, кейде бір кешке дейін отыратын бір еңбегіңнің бір несі, анау бір жемісі. Соны көрген кезде ана жүрегің толқып қуанып кетесің ғой. Хотя ол балалар ешқандай, ол жай ауылдан келген бала, біріміз қалада оқуы мүмкін, оның ата-анасы жай адамдар болуы мүмкін ол баланың. Бірақ ана баланың білімге деген құштарлығы соншалықты барады да ана орынды жұлып алады. Өз таза еңбегімен. Соны көресің де, содан кейін бір заманда мына болды ғой, академиялық адалдық жоқ болып кейде болды бір сәт. Мен осыны әрдайым айтамын, мен өзім оқушы болған кезде ондай көп кездесетін. Тіпті бағаның құны болатын, бірінші орын осынша, екінші орын андай деген. Болды. Қазір құдайға тәубе, оның барлығы ақырындап құрдымға кетіп бара жатыр. Сондықтан соны көрген кезде ойлайсың, міне менің жасап жатқан еңбегімнің мынау енді бір жақсылығы ғой деп. Өйткені ана бала ертеңгі күні одан арман қанаттанады ғой. Міне мен орын алдым, келесі деңгейден де мен орын алам деп, бұға ұстаз екеуі тағы да дайындалады. Одан кейін олар балалар республикадан орын әкеледі. Сол кезде бізде кәдімгідей той болады. Қызық бір, міне Жетісу облысы жетістіктерге жетіп жатыр. Міне ең үздік командалық орын алдық біз. Ең үздік жаңағы жаратылыстану математикалық бағыттан орын алдық деп, ана жерде талай адамның еңбегі ақталғанына соған біз риза боламыз. Осы кездерде, осындай бақытты сәттерді басымыздан кешірген кезде, біз өзіміздің жалақымыздың аз екеніне, өзіміздің кейде бір демалыстарымыздың болмай қалғанын біз ұмытып кетеміз. Сол кезде біз қуанамыз. Міне осындай сәттер үшін соны тағы да сондай сәттерді басымнан кешірсем екен деп ойлаймыз. Өйткені ол біздің балаларымыздың жетістігі ғой. Ертең сол дарынды бала зиялы қоғам ғой, болашақ зиялы қоғам. Болашақ зиялы қоғам деген ол өте білімді, білікті. Содан кейін біздің көп жағдайда балаларымыз өте мейірімді ғой. Жүректері жылы, кейде көздеріне жас келіп тұрады. Ол енді мен ойлаймын, жылайтын адамның жүрегі жылы, нетіп тұрады. Елжіреп тұрады ғой. Елжіреп, өзі бір нетіп, қуанып, сөйтіп. Сондай сәттерді көрген кезде ойлаймыз, біздің жұмысымыз керемет жұмыс деп өзімізді мақтаймыз. Сөйтіп өзімізге өзіміз ары қарай мақсат қоямыз. Мен өзі жалпы мына ұстаз ретінде адамдармен қарым-қатынас орнату барысында жалпы әр адамның деңгейі әртүрлі болғандықтан біз әр адамға талап қоямыз ғой. Сонда ол қаншалықты сол талапты орындай біледі, соған қарауға тырысу керек. Өйткені егер біз мысалы ол қолынан келмейтін, бір орындай алмайтын тапсырмалар беріп жатып, содан кейін олар орындай алмай жатса, біз ол адам қолынан келмейді деп айтамыз. Негізі ол дұрыс емес қой. Әр адамның қолынан бір нәрселер келеді, тек қана уақыт беру керек қой адамға. Үйренуге, жаңағы ізденуге, тағы басқа. Содан кейін соны барып орындап келе жатып, егер оны орындай алмай жатса, онда уже басқа бағыттарды қарастыру керек. Жалпы әрбір басшы болсын, оның орынбасары болсын, я бір саланы басқарып отырған адам болсын, адамға өсуге мүмкіндік беру керек. Әр адамға, ол кәсіби жағынан болсын, ол адами жағынан болсын, психологиялық жағынан болсын, адамды түсінуге тырысу керек, оған бір дұрыс орта қалыптастыру керек. Ол заңда да жазылған. Қол астында істеп жатқан адамға жағдай жасау. Ал психологиялық климатта дұрыс болу керек адам. Содан кейін заң шеңберінен аспау керек деген сияқты.
соның бәрін тиімді қолданып сол әділетті жұмыс жасауға тырыссаң, онда жаңағы ұжымда да, жалпы қоғамда да барлық жерде өзінің бір реті келіп, тағы да сол тәртіп деген сөзге келеміз. Тәртіп болады, содан кейін одан адамдардың орындаушылық қабілеті жоғарылайды. Әйтпесе кейбір жағдайда қазір өзі көп оқытады ғой, мысалы басшылар дейді, олар анандай не болмау керек, жаңағы коллективпен тым жақындатпау керек, оларды алыс ұстау керек, иерархия болу керек, жаңағы не өзінің бір сатылары болу керек деп айтып жатады. Бірақ көп жағдайда мына ірі компанияларды дамытатын басшылар, олар көп жағдайда нені ставканы мына адамның жалпы өзінің жұмысшысының қабілетіне қояды. Оны биігірек қояды ғой. Биігірек қояды қабілетін. Сіз айтып отырсыз ғой, осы жерде айтып кетейінші, ұмытып кетпей тұрғанда. Мен өзім Өскемен қаласында болған кезде бір мықты миллионер кісімен жұмыс жасағам. Ол кісінің бірнеше өзінің рестораны бар. Сол жақта Шығыс Қазақстанның туризмін көтеріп жүрген кісі. Ол кісіге келіп жоба ұсынған кезде ол бүйтіп отырған жоқ, мен миллионермін деп ше. Ол кісі кәдімгідей сенің деңгейіңе түсіп, сенің идеяларыңды тыңдап, өзінің жұмысына шынымен ол пайдасын тигізе ма соны қарап, мүмкіндікті көріп, сол кезде жұмыс жасаған болатынбыз. Қазір кәдімгідей осылай пиар саласында өзі тревел блогер, ресторатор болып кетті. Көрдіңіз ба? Сонда ол кісі жаңағы адамның өзінің бір жақсы жағын көрді де, ана адамды да дамытып өсіріп жіберді, өзі де өсті. Ол енді бір басшылардың сонда бір шебер бастықтар болады. Анадай болады ғой, бір орысша айтқанда чутье дейді ғой, сезіп тұрады андай адамдарды ше, қолынан іс келетін, мынау қазір келіп ертең күні бір дүниені бір маңайындағы адамдардың бәрін іскерлікке үйретіп, соны алып кететін. Сондай бір болады, адамдар сөйтіп сезіп тұрады, өздерінің бір сондай бір өздерін сөйтіп үйретіп тастаған. Ол да оған ол туа біткен дүние емес, ол оны өзінде өзінің ішкі дүниесін тәрбиелеген адамдар ғой. Тәрбиелеп, өзін өзі оқытып, соған әкелген. Бізде енді жас болдық қой, бізде көп жағдайда тәжірибеміз болмаған кезде біздің де қателік жіберген кездеріміз көп болды. Ол несін жасырамыз, расында да болды ғой. Бірақ енді қазіргі кезде қарап отырсаң, кейбір адамдарға сол қатені жіберуге де мүмкіндік беру керек. Адам қателік жіберу арқылы өседі ғой. Біз көп жағдайда мына мықты бір ірі мектептерді басқарып отырған басшылар көп жағдайда сөйтіп жастарға сондай мүмкіндікті көп береді ғой. Содан кейін жастарға көп мүмкіндік береді, оларды қамшылайды, оларды мүмкін кейде бір жылатып та жатады, кейде бір бір ыстықпен суыққа бүйтіп төзімділігін тексеріп жатады. Сол жастар көп жағдайда келеді де, көп жылдар бойы ешқандай нәтиже беріп бермей тұрған мұғалімдің асып түседі ғой. Асып түседі, өйткені ол бір жағынан энергиясы жас, екіншіден ойлау қабілеті, намысшыл, тырысады, содан кейін амбиция, адамды ұйықтатпайды, күндіз түні ойлап жатады. Сол не осы мақсатқа жетем, мен осы мақсатқа жетем деп космоспен жұмыс жасайды. Сондай жағдайда жаңағыдай неге келіп жатады. Енді мен көп жағдайда осы мына білім саласында адамдармен қарым-қатынас орнатқан кезде соны түсінуге тырысамын. Қандай сұрақ болмасын, ол сұрақ не үшін қойылды, қандай мақсатпен қойылды, бұл кісі нені меңзеп тұр деген сұрақтарды өзіме қарсы отырған адамнан гөрі өзіме сол сұрақтарды көп қоямын. Содан кейін көп жағдайда ситуацияны конфликтке апармай, соны шешіп, реттеп, бір дүниеге келіп, ертең кері байланыс келетіндей, солай жұмыс жасаймыз жалпы. Мен өзім солай жұмыс жасаймын. Мен сіздің жұмысыңызды білемін, өйткені жұмысты қиындатпауға тырысасыз. Көп жағдайда адам өз жұмысын өзі қиындатып алады, содан бүкіл энергиясын шашып, көңіл толмай жүреді. Ал егер адам жеңіл жұмыс жасайтын болса, жеңіл жұмыс жасау деген ар-ұяттың шеңберіндегі емес, жеңіл қабылдай білу мәселені, соны шеше білу. Ал көп адамдар болады, сіз айтпақшы, конфликтный ситуацияға кіріп кетеді, содан кейін жұмыс жүрмей кетеді. Болады ондай, өйткені әр адам қоғамда өзінің бір белсенді орны бар ғой. Мысалы, құрылысшылар
құрылыс неме тәгі үй салады, иә. Дәрігер адамды емдейді, мұғалім бала оқытады, тағы басқа деген сияқты. Бәріміз бір қоғамда жұмыс істейміз. Енді осы мына жұмыс барысында енді бір адам өзге бір жүктелген мысалы бір адамның қолынан не десем болады еді, үй салу мықты үй салу біледі ана адам. Ол оны цепочкадан түсіп қалса бітті ғой. Орны пайда болады, оның уақыт жоғалтамыз, жаңағы ақша игерілмей қалады деген сияқты сондай мәселелер. Сондықтан бұл жағдайда мен ойлаймын, әрбір басшы эмоцияға емес, жалпы стратегия бойынша жұмыс жасайды. Көп жағдайда солай ғой. Енді әрбір басшы өзіне стратегиялық жоспар қояды, соны орындаудың жолдарын іздейді. Жалпы білім саласында не көп? Білім саласында оқыту курстары көп қой. Үнемі директорларды оқытып атады, орынбасарларды оқытады, әдіскерлерді оқытады, психолог, педагогтарды оқытады. Сол әрбір оқытудың өзінің ерекшелігі болады. Енді сол оқуды оқып келгеннен кейін оны енді тәжірибеде пайдалану керек қой. Әрине. Сонда соны мына неғұрлым қоғамға пайдасын тигізуді ойлану керек. Деп ойлаймын, соларына көп оқыған курстардан. Сонда мысалы мектеп басшысы болсын, жай ғана бір балабақшаның басшысы болсын, маңайындағы адамдармен дұрыс қарым-қатынасы орнату керек қой. Үйлесімдік болу керек. Үйлесімдік ол мына жұмыс беруші мен жұмысшының, содан кейін сол қоғамдағы жұмыс істеп жүрген адамдардың үйлесімділігі. Әр адам өзі бір қандай да бір шарада бір мақсатты көздейді ғой. Сол мақсатқа жету үшін әрбір сол қоғамдағы адам өз орнын біліп, өзінің мына өзіне жүктелген міндеттерін сапалы орындаса, болды. Мақсатты орындалды, мақсатқа жеттік деген сөз. Ол сабақ беруде де солай. Ол балаларды ары бері тасымалдаймыз ғой. Оқытамыз, оқу-жаттығу жиындарда деген сияқты. Әрбір жүргізген істің мақсаты болады ғой. Сол мақсатқа жету үшін үйлесімділік болу керек. Адамдар бір-бірін түсініп, әрқайсысы өзінің міндетін дұрыс орындап кете беру керек қой. Болды. Сонда жұмыстың бәрі орындалады. Артық ауыз сөз керек емес, артық әрекеттер қажет емес. Тек қана кәсіби деңгейде ойланып тұру керек. Кәсіби деңгейде. Эмоцияға берілмей, міне нақты қазір мен мына уақытта мен не істеуім керек? Егер қандай да бір жағдайлар туындап қалса, ол проблема болып қалады. Келе жатқан адам келмей қалады, бір зат орында тұрмай қалады. Сөйлейтін адам сөйлемейтін жағдайлар болып қалған кезде, стратег басшы содан әдемі шығып кететін ситуацияны қарастыру керек. Ол үшін сенің жаныңда міндетті түрде жанашыр адамдар болу керек. Жанашыр адамдар қандай уақытта пайда болады? Егер сендер бір-біріңді көзбен қарап бір-біріңді түсінсеңдер. Мына кісі менен не талап етіп тұр? Қазір мынау керек деп. Сондай қарым-қатынас болу керек қой. Үйлесімділік. Иә, міндетті түрде үйлесімділік. Содан кейін адамдарды қандай адам болсын, ол еден жуушы болсын, ол жүргізуші болсын, ол ата-ана болсын, сыйлап тұру керек адамды. Адамды сыйлап тұру керек. Оны шеттетіп, мен сенен жоғарымын ғой, сен қолың кір ма, пол жуып жүрсің ба, ары тұр деген сияқты емес. Ол өзінің жұмысын істеп жатыр. Ол мүмкін еденді ерекше таза жуатын адам шығар, мысалы. Кейбіреулер бір жүргізушілерді менсінбей жатады. Мүмкін ол вообще өмірінде ешқандай бірде-бір ДТП жасамаған жүргізуші шығар. Дарынды, мықты, сондай. Кейбір адамның киіміне қарап жатады ғой. Бір жұпыны киініп тұрған адам, мынау қалай екен деп. Сөйлеген кезде, немесе өзінің бір проектісін қорғаған кезде, ол ерекше мықты екен,
соны мойындатады да, соған таңғаласың кейде. Сондай бір сәттер болады. Ол ана дарынды балалардың арасында кездеседі де, кейде біз ойлаймыз ғой, бір сәтсіз жанұялардан балалар шығып жатады, жағдайлары жоқ. Ал енді шығып ана бір проектісін, бір несін қорғаған кезде, сөйлеген кезде, сонда ойлайсың, мына бала мұғалімі кім екен, қайдан үйренді екен деп. Мен айтып жатсыз ғой өзі. Мүмкін. Кейбір балалар болады, өздері ұстазсыз дайындалатын балалар болады. Өкінішке орай ондай болады. Кейде барлық жерде енді ұстаздың бәрі жаман деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен бізде қазір кішкене бар ғой, мына білім саласындағы төмендеу, дәрежесін төмендеу, содан кейін ұстаздарды қабылдамау деген сияқты қоғамда бір кейде белең алып кеткен уақыттар болды ғой. Сонда мысалы олай істеуге болмайды ғой, ол енді қалай деген сияқты бір сан алуан пікірлер туындап жатты. Былай қарап тұрсақ, ол жай емес, ол расында да елдер сонымен күнделікті соны көріп отырғаннан кейін, бала айтып келетін болғандықтан кейін, оны байқағандықтан болып жатады ғой. Сондықтан мен ойлаймын, енді ұстаздық жолында жүрген адам жалпы ойлану керек, ол тек қана өзінің пәнін терең ғана меңгеріп емес, ол біріншіден баланы жақсы көру керек. Өте қатты баланы сезу керек, жақсы көру керек. Ол қандай бала болсын. Сонда ертеңгі күні ол ертең іздеп келеді сол балалар. Сол балалар іздеп, сол балалар ертең. Сол ұстаздың мәртебесін көтеретін ертең сол балалар болады. Сол балалар міндетті түрде іздеп келеді. Біз өзіміз, мысалы мына мектеп бітіріп кеткенімізге 30 жылдан асып кетті. 10 жылда барып ауылымыздың барып, ұстазымызды барып, бәрін іздеп, бәріне әлеуметтік көмек көрсетуге тырысып, егер сондай қажет болып тұрса. 20 жылдықта да барып сөйтіп ұстаздарымызды ұлықтап, 30 жылдығымызда да сөйтіп ұстаздарды ұлықтап қайтқанбыз. Сондықтан ұстаз деген ол енді, ұстаздық жол ең ауыр жол, бірақ ол ең сондай құрметті жол. Құрметті жол. Өйткені ертең сенің үйреткен оқушыларың келіп сенің алдыңда бас иіп, құшақ гүлін беріп, сені бала кезін есіне түсіріп жатса, одан артық бақыт жоқ. Сандуғаш Әмірғалиқызы, уақытыңызды бөліп, Ойлайық жобасының қонағы болғаныңызға үлкен рахмет. Біздің жобамыздың мәні осы тәрбие саласы, білім саласындағы кетіп жатқан кемшіліктер одан бөлек, тек қана кемшілікті айту емес, біз өңірімізде қандай білікті мамандар бар, соларды көрсету мақсат. Осы дарын орталығының жобасы ғой. Сондықтан келіп, қонағы болғаныңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта тағы да қауыша берейік. Рахмет, сәттілік тілеймін сіздерге.